Бір кездері 7 ғасырда негізі қаланып, кейіннен шығысында Үндістаннан, батысында Испанияға дейін созылып жатқан алып империя өмір сүрген. Бұл араб халифаты еді. Халифат аумағында сол кездегі жер халқының 30%, шамамен 60 миллионға жуық адам өмір сүрді. Мәдениеттердің бір түрлі аясына тоғысуы 10 ғасырда исламның алтын ғасырының басталуына негіз болды. Осы кезеңде грек, парсы және үнді тілдеріндегі мыңдаған еңбектер араб тіліне аударылып жиналды. Бағдат ғылым мен білімнің орталығына айналды. Діни сеніміне қарамастан христиан, мұсылман, яһудилер еркін пікірталастар жүргізіп ғылыми ізденіспен айналысты. Бақылау, гипотеза жасау және тәжірибе арқылы тексеруге негізделген ғылыми таным әдісі пайда болды. Араб математиктері үндіден келген санау жүйесін гректердің геометриясымен біріктіріп, заманауи математикалық модель жасады. Алгебраның негізін қалады. Ибн әл-Хайсам геометрияны қолданып, жарықтың қалай таралатынын зерттеп, оптика туралы еңбектер жазды. Ахмет аль-Бируни таулардың көлемін өлшеу үшін тригонометрия мен алгебраны пайдаланды. Ол орта ғасырлық құралдармен жердің көлемін өте дәл анықтады. Әл-Батани күн қозғалысын бақылап, жыл ұзақтығын минуттарға дейін дәлдікпен есептеді. Насир ад-Дин Туси сол кездегі ең үлкен обсерватория салып, геоцентрлік модельдің қате екені жайлы қорытындыға келді. Бірақ мұндай еркін және рационалды ойлауға қарсы болғандар да табылды. Осылайша ғалымдар мен дін өкілдері арасындағы қақтығыстар басталды. Діни қарсылықтың басында тұрған ең беделді ислам ғалымдарының бірі Имам Ғазали еді. Ғазали математиканы ібілістің құралы, адамдарды ақиқаттан алыстатады деп айыптады. Оның айтуынша қоғамның мақсаты шариғатты ұстану, адамның мақсаты Құдайға жақындау арқылы бақыт табу еді. Имам Ғазали шынайы жалғыз ғылым, ол дін ғылымы деген позицияда болды. Осы әлемді жақсарту немесе білімді жетілдіру ол үшін басты орында емес еді. Сондай-ақ ол басқа қоғамдардың ойлары пайдасыз деп мұсылман емес ғалымдар айтқан барлық идеяларды жоққа шығарды. Ғазали еңбектері тақлидтің басталуына негіз болды. Тақлид алдыңғы білім мен бекітілген ұстанымдарға сыни қарамай, дін ғалымдары, муштахид муфассирлерге күмәнсіз еру деген сөз. Құран сөзі жайлы ешқандай ой толғау жасап сұрақ қоюға болмайды делінді. Осылайша Ғазалидің ислам туралы ойлары сыни ойлауды ығыстырып, араб әлеміндегі ғылымның алтын дәуірінің түбіне жетті. Бір кездері ғылым мен білімнің ордасы болған аймақ бүгінде діни мемлекеттерге айналды. Таяу шығыстағы араб елдері жылына 357 ғылыми патент алса, Оңтүстік Корея 16 000 патент тіркейді. Нобель сыйлығы беріліп келе жатқан 1901 жылдан бері тек 10 мұсылман ғана осы сыйлыққа қол жеткізген.